Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Көңіл күйлерің қалай? Тамаша. Біз қандаймыз? Шұғылалы таңдаймыз. Күлімдеген күндейміз. Еш уайымды білмейміз. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Әр ісімізге сәттілік. Оқушылар, экранға назар аударайықшы. Не көріп тұрмыз? Сонымен, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Мақсатымыз не? Неге қол жеткізуіміз керек? Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабақ тақырыбы 7 санын көбейту және бөлу кестесі. Бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің 7 санына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренесің. Оқушылар, тағы да экранға назар аударайық. Біздің сынып бүгін дәлізде кезекшілік атқарды. Олар бір-бірінен аралары 7 қадам болатындай қатарға тұрды. Қане, барлығымыз 7-ден санап шығайық. Бірінші оқушы 7, екінші оқушы 14, үшінші оқушы 21, төртінші оқушы 28, бесінші оқушы 35, алтыншы оқушы 42, жетінші оқушы 49, сегізінші оқушы 56, тоғызыншы оқушы 63, 10-шы оқушы 70. Яғни тақтаға қарай қойыңыздар экранға. Бізде 7-нің көбейту кестесі құрастырылды. Тамаша. Оқулықты ашып, екінші тапсырманы орындаймыз. 7-ге көбейту және бөлу кестесін құрастырып, 4 бағанға жаз. Оқушылар, тапсырманы өз бетімізбен орындап көрейік кәне. Уақыт кетті. Оқушылар, сіздер орындап болды деген ойдамын. Енді экранға назар аударып, тексеріп шығайық өзімізді. Өте дұрыс. Оқушылар, сіздерге тағы да бір сұрақ. Осы көбейту кестесі неге 7 көбейту 7 жағдайынан бастап жазылған? Дұрыс айтасыңдар. Біз алдыға дейінгі көбейту және бөлуді білеміз. Өйткені 6 мен 7-нің көбейтіндісі 42, 7 мен 6-ның көбейтіндісі 42. Көбейткіштердің орнын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейтінін білеміз. Өте тамаша. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, өрнектердің мәнін есепте. Үш бағанда өрнек берілген бізде, сол өрнектердің мәнін есептейміз. Оқушылар, бұл жерде амалдардың орындалу ретін есімізге түсіреміз, орындаймыз. Өте тамаша, сіздер орындап болды деген ойдамын. Енді экранға назар аударып, өзімізді өзіміз тексеріп шығайық.
бірінші бағандағы өрнек бойынша 34, 7 мен 7-нің көбейтіндісінен 6 мен көбейтіндісінің азайтқан кезде 25. 7 мен 7-ні көбейтіп, одан 7 мен 0-дің көбейтіндісін азайтқанда 49. 7 мен 7-нің көбейтіп, 9 мен 2-нің көбейтіндісін азайтқанда 31. Осылайша екінші бағанды, үшінші бағанды тексеріп шығамыз. Тамаша. Сонымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз не үйреніп, не білдік? Біз бүгінгі сабақта 7 санын көбейту кестесін құрастыруды үйрендік. 7-ге көбейту кестесін құра аламын. Есеп шығаруда 7 санына көбейту мен бөлу кестесін қолдана аламын. 7-ге көбейту және бөлу кестесін қолдана аламын. Кері байланысты міндетті түрде жасаймыз. Мен сіздерден кері байланыс күтетін боламын. Үйге тапсырма номері 3-ші есеп. Осымен кезекті математика сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.